Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкөс филиалында қазіргі уақытта 1023 талаба білім алады. Һәм оларға 58 профессор оқытушылар білім беріп келмекте. Сонан 6 ілім докторы, 25 ілім кандидаттары һәм философия докторлары. Ilmi потенциал 51,7%-ды құрайды. Талабаларға беріліп атырған білім сапасын жақсылау бойынша материалдық, техникалық база, оқу методикалық, ilmi инновациялық жұмыстар, халықаралық байланыстар һәм рухи ағартушылық тарауларды әмелге асырылатын ilажларды қамтыған халда әрбір кафедра кесімінде соннан келіп шыққан халда филиалдың білімлендіру сапасын арттыруға қаратылған іс-ilаждар ережелері істеп шығылып, осы текарда жұмыстар алып бару жолға қойылған. Бірінші нәубетте оқу орнының материалдық техникалық базасын жақсылауға айрықша ітібар қаратылған. Өткен жылдың өзінде 151 миллион 510 мың сомлық лаборатория аспап үскенелері, 31 миллион 960 мың сомлық компьютер техникалары, 56 миллион 600 мың сомлық интерактив панель, 11 миллион 536 мың сомлық мебельдер алынды. Һәм мәлімдеме ресурс орайы фондына 50 атамада 279 нұсқада 49 миллион 951 мың сомлық кітаплар сатып алынды. Филиалда жамы 128 интернет тармағына жалғанған компьютерлер, 26 видеопроектор, 10 электрон доска, 56 видео бақылау камералары, мәлімдеме ресурс орайы регистратор офисінде 2 инфо киоск талабаларға сапалы білім беру бағдарында қолданып келінбекте. Сондай-ақ филиалдың 2 оқу бинасы һәм талабалар тұрар жайында 16 Wi-Fi зоналары жаратылған. 2022-2023 оқу жылына Шекем Таянш жоғары оқу орны Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті серверінен пайдаланып келінген болса, 2023 жылда филиалда жаңа сервер құрылмасы орнатылып, интернет тезлігі 150 мегабайт секундқа асырылды. Филиалда талабалар білімін бақылауда әділдік, таза һәм халыс системаны енгізу мақсатында Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2020 жыл 31 декабрдегі жоғары оқу орындарында білімлендіру процесін шөкемлестіру менен байланысты болған системаны жетілдіру іс-ilаждары хақындағы 824 салды қарарының қосымшасы менен тасдиқланған жоғары оқу орындарында кредит модуль системасын енгізу тәртібі хақында низам талаплары текарында оқу процесі алып барылмақта. Соның менен бірге жоғары білімлендіруді басқарудың химис ақпарат системасы енгізілген болып, барлық профессор оқытушылар, қызметкерлер, талабалар һәм магистрантлардың мағлұматлары системаға кіргізілген. Талабалар үшін химис ақпарат системасынан пайдалану үшін қолданба һәм көрсетпелер істеп шығылып, системаға жайластырылған. Профессор оқытушылардың тәжірибесін асыру һәм қанегелігін жетілдіру бойынша 2025 жылда халықаралық жоғары оқу орындары рейтингінде топ 1000-ға кіргізілген университеттерінде 12 профессор оқытушылар тәжірибесін асыру курстарына жіберілген болса, сонан бір профессор оқытушысы Қазақ Милли аграр ізеттеу университеті, 2 профессор оқытушы Китай Тарим университеті, 9 профессор оқытушысы Китай, Қырғызстан, Қазақстан республикалары, Германия Федератив Республикасы, Россия Федерациясында қанегелігін асыру курстарында оқып сертификатлар алды. Сондай-ақ шет ел жоғары оқу орындарынан 8 профессор оқытушылар филиал сабақ процестеріне қамтып, талабаларға сабақлар өтті. 2026 жылда осы күнге шейін бір профессор оқытушы шет ел жоғары оқу орындарына қанегелігін асыруға жіберілді. Тасдиқланған ережеге муафиқ филиалда жаңа әулет әдебиетларын жарату бойынша да филиал профессор оқытушылары тарапынан бір қанша жұмыстар алып барылды. Атап айтқанда 2025 жылда 7 сабақлық һәм 9 оқу қолданбалар Өзбекстан Республикасы жоғары білімлендіру, ілім һәм инновациялар министрлігі жанындағы муафиқластырушы кеңестен өтіп, тиісті сертификатларын алды һәм баспадан шықты. Сондай-ақ профессор оқытушылардың ілім ізеттеу жұмыстары нәтижелігі бойынша 7 монография баспадан шығарылды. Филиалда ілми дәрежелікті асыру һәм кафедраларды ілми дәреже һәм ілми атаққа ие болған қанегелер менен толықтыру бойынша да сезілерлік нәтижелерге ерісілді. 2025 жылда 9 ізденушілер өздерінің ілми диссертацияларын табысты қорғады һәм бір профессор оқытушы доцент ілми атағын алды. Филиал профессор оқытушылар тарапынан шет ел жоғары оқу орындары алымдары менен біргелікте 5 патенттер алынды. Зерек талабаларды һәр тараплама қолдап қуатлау, олардың ілми ізденушілік жұмыстарына бағдарлауға айрықша ітібар қаратылған болып, ұстаз-шәкірт системасы текарында нәтижелі жұмыстар алып барылмақта. Өткен жылда көптеген талабаларымыз шет ел жоғары оқу орындары менен халықаралық конференциялар, семинарлар һәм оқу жойбарларында табысты қатынасты. Ілми басшылары менен көптеген мақала һәм тезистер баспадан шығарылды. Ең көзге көрінерлік нәтижелерімізден бірі 2025 жылда филиалымыздың 4 талабасы президент стипендиясы һәм де басқа да атақлы стипендиялар иелері болды. Филиалда ветеринария һәм зоинженерия бағдарлары бойынша ілми дөңгелеклер, сондай-ақ талабалардың
бос уақытларын мазмұнлы өткеруге бағдарланған бір қанша мүгедектер шөлкемдестірілген болып, оларға көптеген талаптарымыз қамрап алынған. Жоғарыда айтып өткенімізде 2026 жыл үшін істеп шығылған іс-ілаждар режимімізде филиалда білімдендіру сапасын жоғарылату бойынша жоғары көрсеткіштерге ерісуді алдымызға мақсат етіп қойғанбыз һәм жәмәтімізбенен жоғары табыстарға ерісіп бару жолында біргелікте жұмыс алып барамыз.